Саламатсыздар ма балалар? Даусым естіліп тұр ма? Иә. Енді барлығымыз Moodle платформасына кіріп, белгіленейік. Сабаққа қатысқандар плюс белгісін қоямыз. Жақсы. Белгіленіпсіздер. Микрофонды өшірейік. Видеоларымызды қосып отырайық. Жақсы, белгіленіңдер. Ары қарай. Енді сіздердің алдыңғы сабақта өткен пәндер тақырыптар бойынша сұрақтар қоятын боламын. Сол бойынша тексерейін сіздерді. Ол үшін Quiziz'ке кіреміз барлығымыз. Ссылкасы Moodle платформасында да тұр, және де WhatsAppқа да жіберейін. Соңғы жіберген ссылка бойынша барлығымыз Quiziz'ке кіріп, сұрақтарға жауап берейік. Кодты терестер 02-13-07. Кәнекей жылдам кіреміз Quiziz'ке. Кіріп жатырмыз ба? Иә. Аты жөндеріміз жазамыз. Сосын мен ойынды бастайтын боламын. Бұл жерде 4 сұрақ берілген, тест ретінде құрастырылған сұрақтар, соған жауап беретін боламыз. Дастан. Ал, кірдім апай. Ойынға кірдіңіз ба? Жақсы. Бәріміз дайынбыз ба? Бастаймыз ба? Иә. Жақсы, бастайық. Бастаймыз. Әр қайсыларымыздың қазір экрандарыңызға сұрақ беріледі. Мына экранға емес, әр қайсыларыңыз өздерінің экраныңызға қараңыздар. Сұрақтарға сол жерден жауап бересіздер. Мен бұл жерден кім дұрыс жауап берді, кім жауап бере алмай жатыр, сол бойынша тексеріп отырамын. Жарайсыздар. Алмат дұрыс жауап берген, Ерасыл, Қалқа, Ақберді. Тапсырманы орындап болғанда студенттер бар екен. Ерасыл, Ақберді, Индира. Жарайсыңдар. Мына жерде жауап береміз толығымен. Иә, дұрыс. Енді жеңімпазды анықтайық. Жеңімпаз бізде Ерасыл. Жарайсың, Ерасыл бірінші орында, Ақберді екінші орында, Индира үшінші орында. Қалғандарымызды 100% орындадық. Жарайсыңдар, бұл дегеніміз өткен тақырыпты жақсы түсінді деген сөз. Ары қарай. Енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Иә, жақсы көрініп тұр. Дауыс естіліп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Иә, жақсы. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML тілінің атрибуттары, HTML-де тізімдер құру. Сабақтың мақсаты HTML гипермәтіні тілінің атрибуттарымен танысу, HTML тілінде тізім құру. Енді HTML дегеніміз не бізде? Қандай тіл болып табылады? Кім айтады? HTML бұл бізде гипермәтінді тіл. Бұл арқылы біз сайттың құрылысын құрамыз, дұрыс па?
Енді HTML тегінің атрибуттары бар. Ол бізде оның қасиеттерін сипаттайды. HTML атрибуттары 3 топқа бөлінеді. Біріншісі жалпыға бірдей ортақ, екіншісі оқиға атрибуттары, бұлар JavaScript тілінде қолданылады, және де үшіншісі жеке өзіндік атрибуттар. Мысалы, сілтеме құратын тег бізде A, оның өзінің хруф атрибуты қатар жүреді. Мына мысалды қарастырайық. Көріп тұрсыздар ғой, HTML тегінің атрибутына мысал. Мысалы, біз сурет енгізетін болсақ, image тегін қолданамыз. Енді суреттің енін, оның биіктігін өзгертетін болсақ, әрине біз оған атрибут беруіміз қажет, ол width және height атрибуты. Осылайша суретіміздің ені мен биіктігі өзгертіледі. Ары қарай тізімдер. Тізімдерге қарапайым мысал ретінде, мысалы біз дүкенге баратын болсақ, не алатынымыз жайлы тізім құрамыз. Ал енді осы тізімдерді браузерге шығаратын болсақ, біз UL тегін қолданамыз. Жаттап алайық. UL. Өзімізге, дәптерімізге жазып та отырайық. Берілген тегтерді UL тегін қолданамыз. Және де li бұл тізім элементі. Осы li деген тегтердің арасына өзімізге қажетті мәндерді, мәліметтерді енгіземіз. Яғни тізімдер таңбалардан, не сандардан басталатын, өзара бір-бірімен қандай да бір байланыста болатын сөздердің немесе сөйлемдердің жиынтығы. Тізімдер көбінесе меню навигациясын жасауда қолданылады. Сіздер сайтта көресіздер ғой, сайтқа кіргенде меню тұрады, бастапқы бет, ары қарай біз туралы тағы да осы менюлардың барлығын біз тізімдер арқылы құрады екенбіз. Келесі енді тізім түрлері, біріншісі маркеленген тізім, екіншісі нөмірленген тізім, үшіншісі анықтамалар тізімі. Тізімнің қанша түрі бар екен сонымен? 3 түрі бар. 3 түрі бар, жақсы. Бірінші тізім, ол маркеленген тізім. Маркеленген тізімді құру үшін әрине бірінші біз HTML құжатын құрып аламыз. Осы HTML құжатында doctype HTML дегеніміз не еді бізде? Гипермәтін. Гипермәтінді тіл. Осы жерде бірақ doctype HTML дегеніміз бұл HTML-дің 5 нұсқасы екенін білдіреді. Келесі HTML құжаты құрылды. Head басы. Title дегеніміз бұл тақырыбы. Яғни біз сайтымызға тақырып бердік. Тізімдер деген ары қарай body атты денесіне біз өзімізге қажетті мәліметтерді енгіземіз. UL деген қандай тек деп айттым? Маркеленген. Бұл маркеленген тізім, яғни маркеленген тізім құру үшін UL тегін қолданамын. Сонда экранға бізге маркеленген тізім шығарылады. Келесі, енді осы маркеленген тізімнің ішінде біз олардың түрлерін өзгерте аламыз. UL деген тег, ал мына жерде тип дегеніміз бұл атрибут. Осы атрибут арқылы мен оның мәндерін өзгерте аламын. Таңбасын дөңгелек түрінде көрсетемін, немесе шеңбер, квадрат түрінде өзгерте аламын. Ол үшін әрине ағылшын тіліндегі сөздерді қолданамыз. Disk, circle, square деген. Түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы. Келесі бізде нөмірленген тізім. Нөмірленген тізімді OL тег арқылы қолданамыз. Құратын боламыз. Маркеленген тізімді біз қандай тег арқылы құрдық? Маркеленген тізім. Дауысым естіліп тұр ма? Маркеленген тізімді UL тег арқылы құрдық. Маркеленген тізімді UL мен. Ал нөмірленген тізімді OL мен. OL мен. Дұрыс айтасың, сонда бізге экранға 1, 2, 3 атты тізімдер шығарылады. Келесі, оның типтерін өзгерту үшін қандай атрибутты қолданамыз? Type. Тип деген атрибутты қолданамыз, Мысалы, араб сандарын белгілесем болады, латын әліппесінің бас әріптерін, кіші әріптерін, жоғарғы регистрдегі рим сандарын, төменгі регистрдегі рим сандарды қолдану үшін мен OL тегін, бұл нөмірленген тізім құрады, және атрибутын тип деп береміз. Жаттап алайық, студенттер. Келесі, енді біздің тізіміміз бірден емес, екіден немесе үштен басталуы мүмкін. Себебі бұл тізім ғой. Сол себепті біз start атрибутын қолданамыз. Ол дегеніміз қай мәннен бастау қажет екен көрсетеміз. Одан кейін бар бізге экранға 2, 3, 4-тен бастап береді.
Жаттап алайық. Oil тегі бұл нөмірленген тізім құру үшін start атрибуты қай нөмірден бастау қажет, сол жерден бастап береді. Start деп өзі аты айтып тұр, яғни бастау керек. Бастау деген сөз. Келесі анықтамалар тізімі. Көбісі осы анықтамалар тізімін түсінбейді, не үшін қолданатынын. Бұны көбінесе біз ереже жазғанда қолданамыз. Оның тегі DL. Біз айтып өттік, UL тегі мен OL тегінің элементін li элементінің ішіне жазамыз. Li деген. Көрсеттім ғой міне. Көрінді ма? Li деген элементіне мән жаздық. Келесінде DL тегінде біз DT деген элементті қолданамыз. Анықтамалар тізімінде. Сонда бізге экранға, мысалы мына жерде ереженің атауы және де оның анықтамасы беріледі. Түсінікті ма? Иә. Жақсы. Енді мына жерде айтыңыздаршы, head дегеніміз қандай мән береді? Басы ол. Басы. Body деген? Иә, басы басталды, денесі Ол беріледі. ортасында кездесетін. Апай, ол жұмыс барысында ортасында кездеседі ғой? Иә. Жұмыс барысында біз headке өзіміздің сайтымыздың атауын, метатектерді береміз. Ал body денесіне барлық енгізетін мәліметтерді енгізетін боламыз. Тізімдерді, суреттерді, мәтіндердің барлығын денесіне body тегін арасына жазамыз. Ары қарай HTML құжатта жабылады. Түсінікті ме? Келесі, тақырыпта қарасайық, ол түс беру әдістері. Бұл жерде түсті атрибут ретінде берудің екі нұсқасы бар. Жаттап алайық, қазір сұрақтарда кездеседі, символды нотация арқылы, яғни қарапайым ағылшын тіліндегі түстер ретінде, мысалы red дегеніміз қызыл, blue дегеніміз көк, yellow дегеніміз сары деген сияқты. 16-лық кодпен цифрлы белгілеу, ол дегеніміз міне EE0000. Бұл 16-лық код арқылы беріледі. Бастапқы екі цифр қызыл түстің, екінші екі цифр жасыл түстің, ал үшіншісі көгілдір түстің қанығу дәрежесін көрсетеді. Осылайша RGB деп аталатын код. Ол үшін біз ColorMania деген бағдарламаны қолданамыз. Себебі 16-лық кодтың барлығын жаттау мүмкін емес. Мен сіздерге мына жерде модул платформасына салып қойдым. ColorMania қосымшасын қай жерден жүктеуге болатын, осы жерге кіріп, жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей ColorMania бағдарламасына сілтеме. Оның қалай жүктегеннен кейін түрін көрсетейін. Мінекей. ColorMania түрі осындай түрде беріледі. Осы жерде сіздер мына жерден түстер таңдасаңыздар болады қажетті, немесе пипетканы алу арқылы өзіңізге ұнаған түсті белгілей аласыз. Көрдіңіздер ғой? Мына жерде 16-лық нөмірді маған шығарып берді. Ары қарай осыны көшіріп аламыз да өзіміздің HTML құжатымызға енгіземіз. Осылай түс берудің екі әдісі бар. Бірінші әдісі қандай? Жарас? Бірінші әдісі Символдық нотация. ағылшын тілінде жазуда. Red, yellow, blue. Дұрыс айтасың. Индира айта қойшы, ал екінші тәсіл қандай? 16-лық кодпен цифрлы белгілеу. Мысалы, қай программаны қолдансақ болады? ColorMania. Дұрыс айтасың, ColorMania. Және ColorMania'ны сендер жүктеп алсаңдар болады, сілтемесін мен мына жерде қалдырдым. Модул платформасына қалдырдым, осы жерге кіріп, жүктеп қолдансаңыздар болады. Түсінікті ме? Иә. Жақсы. Келесі, енді қаріп стилін басқару. HTML тілінде де біз қарып стилін басқара аламыз. Ол үшін фон тегін қолданамыз. Фон тегі жалғыз қолданылмайды. Әрине оған font size және font color. Font size дегеніміз бұл қаріптің өлшемін, font color бұл бізде қаріптің түсін өзгертеді. Жаттап алайық, жазып алайық. Лекцияның барлығын мен сіздерге модул платформасына салып қойдым. Кім өтіп үлгермеді, квизисті осы сайтқа кіріп өте аласыздар. Тексеретін боламын. Ары қарай лекциямызды да осына белгілеп қойдым. Бейне сабақпен бірге. Қазір лекцияны көшіріп алыңыздар. Одан кейін дәптерлеріңізге жазасыздар. Модул платформасына кіріп. Осы жерде барлығын тексеріп, сіздерді бағалайтын боламын.
Және де Жақсы. бақылау сұрақтарына жауап береміз. Бақылау сұрақтарына мына жерде маған жауап беретін боласыздар. Бұл да бағаланады. Бүгінгі айтылған сабақ бойынша бейне сабақты да салып қойдым. Қазір жауап беріңіздер. Иә. Бейне сабақты да салып қойдым. Соны қайталап көрсеңіздер болады. Егер де түсінбей қалған жағдай болса, қайталап бірнеше рет көруге мүмкіншілік те бар. Осы жерден көресіздер. Каларманияны жүктеп алыңыздар. Содан кейін барып кері байланыс жасайсыздар. Ал енді бүгінгі сабағымызды түсінікті болған қорытындылау үшін миллион кімге бұйырады ойынын ойнап көрейік. Дауысыңыз жетпей жатыр. Пәмен қалар апай. Апай, дауысыңыз вообще естіліп жатқан жоқ. Енді естілді ме? Иә. Миллион кімге бұйырады ойыны көрінді ме сіздерге? Аха. Жақсы, сұрақтарға жауап берейік енді. Ойынды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Тізім құру үшін қандай тек қолданамыз? А. Body, Б. Table, С. UL немесе OL, Д. Title. Кім жауап береді? Мен Индира. Индира жауап бере қойшы, қайсы? Мен немесе ол. UL немесе OL. Жақсы. Мен атын атаған студент қана жауап берсін. Бір-бірімізге кедергі жасамайық. Жақсы ма, студенттер? С. UL немесе OL. Дұрыс. Ары қарай. Атрибут дегеніміз не? А. Алгоритм бойынша сызылған сызба. Б. Бағдарлама құруға арналған кодтар. С. HTML тегінің қасиеттерін сипаттайды. Д. Веб құжаттың құрылымы. Кім жауап береді? Мен Индира жауап берейінші. Мен жауап берейінші. Жауап бере қойшы. Жарас жауап берсінші. Бұл жерде HTML тілінің қасиеттерін сипаттайды. С. С жауабы. Тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі. Түс беру түрлерін атаңыз. А. Символды нотация, 16-лық кодпен цифрды белгілеу. Б. 16-лық кодпен белгілеу. С. 10-лық кодпен белгілеу. Д. 2-лік кодпен белгілеу. Кім жауап береді? 16-лық кодпен белгілеу. 16-лық жауап берші. Бұл жақта жауап А болады, символды нотация және 16-лық кодпен цифрлы белгілеу. Жарайсың. Тексеріп көрейік ал. Дұрыс па екен, дұрыс емес па екен? Дұрыс екен. Келесі 50.000 теңгедей отты деп айтып қойық. Енді title тегінің қолдану қызметі. А. Осы тектер арасында парақтың барлық мазмұны көрінеді. Б. Осы тектердің ішінде барлық тақырып тектері орналасуы керек. С. Бұл тектер арасында HTML тегі жазылады. Д. Бұл тектер арасында браузердің жоғарғы жағында көрсетілген бет тақырыбы жазылады. Кім жауап береді? Мен Индира жауап берсінші. Индира жауап берсінші. Индира жауап бере қояң. В болады. Осы тектердің ішінде барлық тақырып тектері орналасуы керек. Кім қандай көмек сұрайық? Дінмұхамед жауап берсінші. Д болу керек те апай. В ғой В. Жатсыңдар ма? Д жауабы да Далдан көмек сұрайық. Нақты? Бұл жерде дұрыс жауап В. Д болады. Д жауабы да апай. Өйткені мысалы компиляторда орындайсың ғой. Сол кезде компиляторда мысалы тайтл жүргізесің ғой өзің жазған кодты. Сосын осы тайтлда жазылған тақырып сайттың беткі жағында көрсетіледі ғой. Иә. Сонымен қай жауап? Д. Қабылдаймыз ба? В сияқты. Оны қабылдайықшы. Ұпайларын күйіп кетеді. Дені қабылдайықшы. Индира дұрыс айттың, Д жауабы. Мен айттым. А. Хрю сілтемесі не үшін керек? Тегі. А. Жолдың бір шетінен екінші шетіне сырғымалы үшін. Б. Фондық суретті анықтайды. С. Сілтемеге құруға арналған тег. Д. Суреттің мекен-жайын көрсететін қажетті параметр. Мен жауап берейінші. А болады. Әлі жауап берсін. Апай мен жауап Аты жөндерінде айтып жауап беріңдер. Қамет жауап беріңші. Так, ақыры және URL бұл жақта жолдың бір шетінен екінші шетіне сырғылмалы жол жасайды.
Ате болса, қазір очкоңыз күйеді. Залдан көмек сұрайсыз ба? болады. Көмектесик апай, көмектесик. арналған текст Дегеніміз сілтеме, жоқ деген атрибут. апай Айтып өттім ғой. сілтеме құруға арналған Сілтеме құруға арналған тег. Дұрыс айтасыз. Ануар жауап берді. Енді келесі маркви дегеніміз сілтеме құруға арналған тег, суреттің мекен жайын көрсететін қажетті параметр, сырғымалы мәтінді жолдың жоғарғы шетіне, ортасына немесе төменгі шетіне туралап орналасу параметрін береді. Д жолдың бір шетінен екінші шетіне сырғымалы жол жасайды. Индира жауап берсінші. Жақсы, Индира жауап бере ғой. Сол жолдың бір шетінен екінші шетіне сырғымалы жол жасайды. Жақсы, керемет, сіз тапсырманы дұрыс орындандыңыздар. Көп нәрседен кішкене шатасып кеттіңіздер. Енді миллион кімге бұйырады бағдарламасын көргендер түсінеді. Бұл жерде әрине сіздерге шатастырып, ойлануға уақыт беріледі. Енді апай, сонда қазақ тілінде бегущие строки сырғымалы жол ма? Иә, сырғымалы жол деп беріледі. Бұл жерде екі түрі берілген. Шатастыру үшін сіздерді. Ары қарай барлығымыз модул платформасына кіреміз. Қазір осы жерден лекцияны орындаймыз. Және де мен сіздерді модул платформасына бағалайтын боламын. Модул платформасын мен сіздерге қазір WhatsApp-тан жіберейін. апай бір сұрақ қойса бола ма? Орындайық лекцияны. Кімге миллион бұйырады деген ойынында қайталап орындаймыз. Жеке-жеке. Квиз сайтында сұрақтарға жауап береміз және бақылау сұрақтарын орындаймыз. Бейне сабақты қайталап көреміз. Бүгінгі өткен сабақтарда қайталауға сіздерде мүмкіншілік бар. Колормания бағдарламасында жүктеп аламыз және кері байланысты орындаймыз. Осы жерде мен сіздерді бағалайтын боламын. Түсінді ма? Апай, мен Сұрақтарың бар ма бүгінгі сабақ бойынша? Апай, сұрақ бар еді? Иә. Апай, Менде бар. Мұхаммед бар апай, мысал қараңызшы, жаңа тізімдердің үш несі берілді ғой, нөмерленген, маркіленген, сосын анықтама. Анықтамада DT деген тегін қолданамыз едік та. Бірақ DT жаңа қолданған DT тегінің астында тағы DD тегі болды, ол неге арналған тег? Екеуі де анықтаманы қою үшін, яғни ережелерді жазу үшін керек бізге. Бірақ кейбір кезде біз оны емес, ли элементінде қолданып кетеді. Көбінесе енді ли элементі қолданылады. Себебі біз бұның барлығын HTML деп құрылысын құрып аламыз, CSS арқылы дизайнын береміз. Сол себептен көбінесе UL мен OL қолданады, ары қарай біз ли элемент арқылы CSS-те барлығын өзгертеміз. Себебі білесіздер, HTML тілі арқылы біз құрылысын құрамыз, ал CSS тілі арқылы дизайнын береміз. Бізге мұнда ең бастысы бұл HTML тілінде құжатын құрып алу, яғни структурасын құру. Сендерге бұл жерде мінеки әр сабақ бойынша видео салынған, осы видеодан көрсеңіздер болады. Біріншіні лекцияны орындап жібереміз. Жазып жатсыздар ма лекцияны? Мен сіздерді осы жерде бағалайтын боламын. Тағы сұрақтарың бар ма? Жоқ апай. Жоқ. Сұрақ жоқ апай. Жазылған Мұхаммед өте жақсы сұрақ қойдың. Жарайсың. Атрибут жайлы түсінікті ма? Түсінікті апай барлығы. Енді бұл жерде 35 минут болғандықтан сіздерге қысқадан нұсқа түрде түсіндірдім, бірақ ары қарай мына видеодан толық көрсеңіздер болады. Және де видеода сіздерге тапсырма берілген, соңында шаблон жасау. Осы шаблонды да енгізесіздер тапсырма ретінде. Сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін. Барлығын мына жерге саласыздар лекцияның астына.
Қазір жерде берсеңіздер болады, жазып. Дәл қазір жын батырылмасына шыға беріп. Сұрақтарың болмаса, онда бәріміз модул платформасына кірейік. Сұрақ жауап. Барлықтарыңызда сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ болса, модул платформасына кіріп, осы жерде жұмыс істейік. Және де қалған сұрақтарымды мына чатқа жазасыздар. Түсінікті ма? Жақсы, онда модул платформасына күтемін сіздерді. Сау болыңыздар. Модул платформасына кіреміз. Я. Сау болыңыздар. Апай, менде мол бар. Сау болыңыз. До свидания.